Күнге дейін сол FTC-да жүрік. FTC жарыстар робототехникадан Ақтауға бардық, Астанаға бардық, Центральный Азия жарысына қатыстық. Енді сол мировойға барамыз бұйырса. FTC деген ол жалпы 12-18 жас аралығындағы оқушыларға арналған робототехниканың жарыс. FTC дейтін First Tech Challenge, яғни First дейтін бағдарлама бар. Ол бағдарлама жалпы өңірлер арасында робототехниканы дамыту, насихаттау үшін жасалған осы дүние. И соның ішінде әртүрлі жарыстар өтеді. Мысалы FLL Challenge, FLL Explore, FTC сияқты. Біздің қатысып жатқанымыз ол First Tech Challenge жарысы. Ояқта балалар жалпы роботты дайындап, оның үшті моделін жасайды, роботты инженерлік қабілеттерінің арқасында құрады, одан кейін онда бағдарламалайды. Енді 2,5 минут арасында басқа командалармен альянстарға қарсы картада жарысатын болады бір-бірімен. Әлем бойынша қазір First Tech Challenge санаты бойынша 7000-нан астам команда тіркелген. Және біз мировой квота жеңген соң, енді 5 елдің біреуіне барамыз. Онша ақш, Канада, Нидерланды, Турция, Мексика елдерінің біреуіне квота жеңдік. И солардың біреуіне шешілген соң баратын боламыз. Сол қазір спонсор іздеп жатырмыз. Негізі жалпы дарын бізге перелет сияқты шығындарды төлеу керек. Негізі солай айтқан болатын. Алайда жалпы роботты дамытуға әртүрлі ивенттер ұйымдастыруға жалпы спонсорлар іздеудеміз. Ол спонсорларға профит қандай болады? Жалпы енді біз әлемдік сахнада, әлемдік аренада қазақтың туын көтеретін болған соң, біз жалпы мерчімізға, барлық Instagram желілерімізге барлығына спонсорлардың аттарын жазып, олардың логоларын қойып, және де әлемдік сахнада солармен бірге шығатын боламыз. Және де барлық біздің Instagram парақшамызда, TikTok парақшамызда барлығында да оларды белгілеп, спонсорларды көрсетіп, анық айтатын боламыз. Және де бұл енді жалпы болашаққа үлес деп есептеймін, жалпы инвестиция. Себебі қазір робототехника жақсы дамып жатыр ғой. Кімсіңдер командаларында? Жалпы өзім команда капитанымын, бірақ енді команда әрбір роль маңызды. Бұл жақта 3D модель бар, инженерлер бар, кодерлар бар, енді SMM менеджерлар бар. Бәрінде ролі маңызды жалпы. Қазір Instagramда 600-ден астам подписчик бар ғой. Жалпы бұл жерде 3-ке 3 карта болады. Әр жыл сайын тапсырмалар әртүрлі болады. Биыл мысалы сезон жалпы археологияға қатысты да, и жалпы мақсат сол археология саласында жұмыс жасау. Бұл жерде артефакт деп аталатын топтар бар. Картада 36 топ болады. Және де 2 обелиск болады. Біреуі қызыл, біреуі көк. 2 альянсқа бөлінеді. И ойын үстінде 4 команда қатысады, екеуі 2 альянсқа бөлінеді. И олар сол артефакттарды жинап, жаңағы обелисктарға салу керек. Бір матч 2,5 минут болады, и бастапқы 30 секунд, ояқта автономный режим болады, робот уже жүреді. Қалған 2 минутта драйверлер, яғни айдайтын адамдар роботты айдайды, и 2 минут бойы басқаларын жарысады. Бізде робот стабильный болды, яғни робот ешқандай қателік жібермеді. Атқанда да бүкіл доптар барлығы стабильный атып, басқа командалардың сол жағынан ерекше болдық. И соның арқасында біз статистика бойынша жоғары тұрдық. Жалпы роботтың көрсеткіші бойынша соло. И соның арқасында индивидуальның арқасында, және де өзіміздің жинаған ұпайларымыздың арқасында сол международный квота жеңдік. А не наоборот. Победа за красный! 190! Бізге идея айтты, қатысайық деген, біз келістік. Және регионалка Маңғыстауда болатын естіп, робот дайындап бастадық. Роботты қастырған уақытта бізде қиындықтар көп болды. Бірінші рет қатысып жатып, және қатысқанмен бұл тәжірибе бөлек болды. Басқа командалармен танысып, коллаборация жасап деген сияқты. Біріншісі ол тәжірибе ретінде болды. Регионалкадан кейін біз батыс аймақтыққа бардық, qualifiers. Ол жерде команда саны көбірек болды, және қиынырақ болды деп айтсақ болады. Себебі бұл регионалкадан кейінгі этап. Бұл этаптан біз Центральный Азияға квота алдық. Ақтауда өтті, айс мектебінде. Ең қызығы сол Центральный Азия болды. Ол Астанада экспода болды.
Оның қызығы команда саны көп болды және шетелден басқа командалар келді. Біз шетелдің командаларын көріп, өзімізді басқа елдер алдында көрсете алдық және дүниежүзі этабына квота алдық. First Tech Challenge ба? ақш-та басталды. Ресей тарихында 3 жыл, бұл 3-ші жыл. ақш-тан ұзақ уақыттан кейін тек бізге ғана осы жақында дамып жатыр бізде.